Қайырлы күн, құрметті 10-шы сынып оқушылары. Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамның дүниетанымы деп аталады. Сабақ барысында адамның дүниетанымы және дүниені мәңгі жалпы адамзаттық құндылықтар тұрғысынан танудың маңыздылығы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Оқушылар, ең алдымен дүниетаным деген ұғымға тоқталайықшы. Дүниетаным адам санасының қоғамдық өмірге, табиғатқа, өзіне деген көзқарасы және сенімі, адамдардың өмірлік ұстанымы, олардың сенімі, мұраты және іс-әрекеті. Дүниетаным жеке адамның табиғи және әлеуметтік құбылыстарды түсіндіру туралы болжауы, ой тұжырымы. Дүниені мәңгі жалпы адамзаттық құндылық тұрғысынан тану, жер-жаһан шындығын күш-қуат біліммен пайымдау, ұғыну, ізгілікпен тану. Енді сіздерді бүгінгі сабақтың дәйек сөзімен танысуға шақырамын. Өмір теңіз, жүзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Рудаки. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Өмір – үлкен жол. Өмір адамға берілген үлкен сый. Өмірдің мәні адалдық, адамдықта. Өмір арнасы кең өзен. Сол өзеннен өз арнамызды тауып ағу біздің басты мақсатымыз. Ізгілік өнегеліктің шыңы. Ізгі адам қашанда өзгелерге жақсылық ойлап, жамандық атаулыдан аулақ болады. Ол өзгелерге қамқор болып, тек жақсылығым тисе екен деген ниетте болады. Сондықтан қолымыздан келгенше өнегелі тәрбиені бойымызға сіңіріп, ізгілік нұрын жинайық. Енді, құрметті оқушылар, сіздерді Мамытбек Қалдыбайдың 7 сұраққа жауап шығармасымен танысуға шақырамын. Бауке, тұнжырай ойға еніп, сұрағың болса, бер деді. Бауке, сіздің өміріңіз күрделі болды ғой. Әртүрлі адамдармен кездестіңіз, әртүрлі оқиғаны бастан кештіңіз. Бір білгім келетіні, адам бойындағы қандай қасиеттерді жоғары бағалайсыз? Адамгершілікті, намысты жоғары бағалаймын. Ой, мынау адам емес екен деген түсінсең өте ауыр. Намыс деген сөз өз орныңды білгін, қатарыңнан қалма, қолыңнан келсе жақсылық істе, мысал боп жүр, жамандық істемегін деген сөз. Намысы жоқ, арсыз екен. Бірге өсібек, намысым келіп отыр деп ыза болатындар бар. Бұл дұрыс. Біреулер намыс деген жалғыз соғыста керек деп ойлайды. Ол қате. Адамның қандай қасиеттерін жек көресіз? Ең кешірмейтінім опасыздық, тұрақсыздық. Оны кең түсіну керек. Өмір мың құбылмалы. Қиын жағдайда ол тұрақсыз болып шығуы мүмкін. Опасыздық, сұмдық, сұмпайы іс. Опасыздық та отбасынан басталады. Отбасындағы ырың-жырыңнан қайбір дені түзу адам шығады. Қыз күнінде қыздың бәрі жақсы дегендей, бала кезде баланың бәрі сүйкімді. Өскенде өзгереді. Кейбіреу туған баласының алдында аталық, аналық парызын орындай алмай жүр. Ол бүгінде ғана емес, бұрында болған. Қайрат, ақыл, жүрек, үшеуінің қызметін қалай бағалайсыз? Жүрек істемесе, бас та істемейді. Онсыз организмге қайдан күш кірсін? Сондықтан адам біткен атам заманнан бері жүректі бірінші санайды. Жүрегім өйтті, жүрегім бүйтті деп оны алдымен атайды. Әдебиет халық өмірінің айнасы десек, онда да жүрек көп жырланады. Ол қуанышта да, қайғыда да үлкен рөл атқарады. Неге десең, жүрек қан бермесе, дене жұмыс істемейді. Жүрек мотор, мейірбан, әділетшіл, арлы адамды жұрт жүректі кісі екен деп бекер айтпайды. Оны бекер мақтан етпейді. Бұл табиғи шындық. Жүректі адам өсек өтірікке, қулық сұмдыққа, алданыш, айнығыш сезімге бармайды. Ал барғандары жүрегі жоқтар. Ақыл деген нәрсе, қарағым, ол да табиғи құбылыс. Бірақ өмір көп нәрсеге үйретеді.
Адам жас күнінен бастап жақсы мен жаманды салыстыра, байқай келіп, жіберген қателерінен тиісті қорытынды шығарып, өмір сүруге үйренеді. Бейнелеп айтқанда, бір жығылып, бір тұрып, тәй-тәй басқан жас бала секілді ақылдылыққа бірте-бірте бой ұрады. Ақыл қашқанға да, қуғанға да қызмет етеді. Ақыл, қысқасын айтқанда, орынды ойлана білу, орынды жерде ойыңның қорытындысын айта білу. Қайрат деген негізінде екіге бөлінеді. Бірінші, ақыл қайраты. Қарсыласыңды сөзбен, логикамен жеңу керек. Сөз тапқанға қолқа жоқ деп Қазекең тегін айтпаған. Екінші, күш қайраты. Ақылыңа қайратыңды жолдас ет, қайратыңа ақылыңды жолдас ет деген сөз бар. Оның мағынасы, қара күшім бар екен деп, менсіне бермегін, ойлан деген сөз. Тағы да, білегі жуан бірді жығады, білімі күшті мыңды жығады дейміз. Ақылы мен қайратын қатар ұстай алмаған жігіттерді қазақтар, ардың күрдің, есер соқ, Құдай күш берсе де ақыл бермеген екен дейді. Сіздің ұрпағыңыз көп қиындықты жеңе білді, жоқшылықты, соғысты жеңді. Ал кейінгі ұрпақ арасында тоқшылықты жеңе алмай жүргендер бар. Бұған қалай қарайсыз? Нысапсыздық, өзімшілдік деген нәрсе әркімнің, әр жәндіктің бойында бар. Соны ауыздықтай білу керек. Әділдік әркімнің қолынан келе бермейді. Әрине, келетіндер де аз емес. Бауке, кейбіреулер малдауылда тұрса да ерініп, қымыз, айран әзірлемейді. Бұл бойкүйездік қой. Бойкүйездікке қалай қарсы күресу керек? Күресу бар, бірақ біреуінен нәтиже шығып, біреуінен нәтиже шықпай жатады. Бұл да тәрбиеге байланысты. Пәленшенің баласынан кем болмасын деп, балаларды жаман үйретіп аламыз. Қарапайым, сыпайы, еңбекқор бол деуден гөрі үлдемен бүлдеге бөлеміз. Тегін нәрсенің қадірі жоқ, оны жерден тауып алғандай көреді. Мысалы, жап-жаңа киімді тазалап кисе, көпке дейін жарайды. Жаңа, сәнді киім керек деп, ескісін менсінбей, кесапатқа ұшырап жүрген балалар аз ба? Ондайлардың ертеңі қандай болмақ? Ондай мінез көрсеткендерге үлкендік орнымызды пайдаланып, олай емес, былай істейсің, істемей көр, дей білуіміз керек. Оқушылар, мына сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Мәтіндегі Бауыржан Момышұлының біреулер намыс деген жалғыз соғыста керек деп ойлайды. Ол қате деген ойын қалай түсінесіздер? Бауыржан Момышұлы қандай адамдарды жүректі кісі деді? Бауыржан Момышұлы неліктен қайратты екіге бөліп қарастырды? Ақыл мен қайратты қатар ұстау адамды қандай игіліктерге жеткізеді? Неліктен? Мейірбан, әділетшіл, арлы адамды жұрт бекер жүректі кісі деп айтпайды, бекер мақтан етпейді. Бұл табиғи шындық. Қымбатты оқушылар, ендігі кезекті шығармашылық жұмысқа берейік. Тапсырмаларды орындай отырып, сіздер тақырып бойынша түсініктеріңізді кеңейтесіздер. Шәкәрімнің өтірік ақиқаттан алыстаса, шындық ақиқатқа жақындатады. Ақылы мен ұжданы үйлесім тапқан адам өтірік айтпайды деген ойын көзқарас, себеп, мысал, қорытындылау әдісімен талқылаңыздар. Сүйіспеншілік, шыдамдылық, жанашырлық, адалдық, жауапкершілік қасиеттері көрініс табатын өмірлік жағдаяттарды ойластырып, сахналаңыздар. Менің борышым тақырыбы бойынша жоба жұмысын жалғастырыңыздар. Тақырып бойынша дәйек сөздер мен нақты дерек көздер жинағын әзірлеңіздер. Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымызды не ексең, соны орасың, немесе не іздесең, соны табасың деген оймен аяқтағым келеді. Жақсылықты ойлаңдар, жақсылықты айтыңдар, жақсылықты тыңдаңдар, жақсылықты көріңдер, жақсылықты жасаңдар.
Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.